Өте дәмді және жеңіл салат. Сәлем достар, бүгін тез дайындалатын әрі жеңіл пайдалы салат жасаймыз. Алдымен қызылшаны жуып, кастрөлге салып, су қойып, отқа қойып пісіреміз. Рукколаға ас содасын салып, су құйып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Піскен қызылшаны жіңішкелеп тураймыз. Енді әр тілімге сүзбелі ірімшікті жағамыз. Апельсинді тазалап, жіңішкелеп турап аламыз. Салатты жинаймыз, тарелкеге рукколаны саламыз. Дәл видеодағыдай қызылшаны жіңішкелеп тураймыз. Енді қызылшаны рукколаның үстіне орналастырамыз. Содан кейін апельсин тілімдерін қоямыз. Кез келген жаңғақты пайдалануға болады. Менде миндаль жаңғағы. Соны ұсақтап бөлеміз де салатымыздың үстіне саламыз. Салаттың үстінен соус құямыз. Міне жеңіл, пайдалы және өте әдемі салат дайын. Ас болсын. Егерде видео рецепт ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.